Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай болып шығатын тәтті шайға арналған печеньені бірге жасап көреміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, қопсытқышымызды саламыз. Сары майымызды саламыз. Қоюлатылған сүтімізді саламыз. Және де қолымыздың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Қолымызбен дәл осылай мұжғылап, біркелкі қамыр жасап аламыз. Дәл осылай біздің қамырымыз пайда болады. Видеода көрсетілгендей, қолдарыңыздың көмегімен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үлкен-кіші етіп жасасаңыздар болады. Кішкене бөлігін алып, дәл мен сияқты етіп дөңгелектейміз. Дөңгелектеп, пергамент қағазы төселген табамыздың үстіне қойып шығатын боламыз. Қараңыздар, дәл осылай рет-ретімен қойып шығамыз. Егер де қолдарыңызға қамыр жабысып жатса, кішкене қолдарыңызды ұнға батырып алсаңыздар болады. Сол кезде қамыр қолға жабыспай, әдемі дөңгелектенетін болады. Міне достар, мен барлығын дөңгелектеп осылай жасап алдым. Біздің печеньелеріміз әдемі көріну үшін осылай шанышқыны пайдаландым. Пештеріңізді 180 градуста қыздырып, 25-30 минут аралығында бетін кішкене қызартып, пісіріп алатын боласыздар. Қараңыздар достар, дәл осындай өте әдемі біздің печеньелеріміз дайын болды. Түскі шайға өте жақсы үйлеседі. Дәл осылай ыдыстарға қойып, жайғастырып, өздеріңіздің қонақ келгенде де пісірсеңіздер болады, өте сәнді көрінеді. Барлықтарыңызға ас болсын, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.